Қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өрме төстік жасап көрсететін боламын. Бұл қазақтың ұлттық тағамы. Ол үшін бізге қойдың төс еті. Ол төс етті осы арнайы чесноктап, бұрыштап, тұздап дайындап қойдым. Және қойдың қарны қажет. Және аш шегіміз қажет. Олардың ішіне салуға сәбіз және картоп. Мен екеуіне екі түрлі зат салып істеймін деп жасап қойдым осылай. Ол үшін енді бұларды дайындап алғаннан кейін ең бірінші жаңағы сыртына шекті өретін боламыз. Шек өру үшін ең алдымен жаңағы шектің ұшын тауып алғаннан кейін осылай бекітіп түйіп қоямыз. Түйеміз де осылай түйіп алғаннан кейін бұны бас бармағымызға іліп аламыз. Бас бармағымызға ілеміз және тоқу білсеңіз ешқандай шек тоқудың қиындығы жоқ. Кезек-кезек айқастыра отырып 5 саусағымызға іліп алатын боламыз. Және сол кезек-кезек іліп алғаннан кейін нәтижесінде осындай шек осылай өріп аламыз. Енді өріп алғаннан кейін жаңағы дайындап қойған төсімізді қарынның үстіне салып, оның үстіне сәбізімізді салып, міне тығыздаңқырап тартып орайтын боламыз. Орап жатырмын. Бұл қарынның орнына үлкен малдың шегіне, сиыр малының шегіне, жылқы малының шегіне де салуға болады. Енді осы дайындап алған төстігімізді жаңағы өріп алған шегіміздің ішіне саламыз. Мінекей салынды. Енді осы шектің ұшын мына қалған аш шектің шетімен бекітеміз. Аш шегіміздің шетімен бекітеміз. Міне мен дайындап қойдық. Енді осы дайындап алған өрме төстігімізді отқа қойып асамыз. Бұл кемінде 2-2,5 сағат пісу керек. Мінекей өрме төстігіміз дайын. Ас болсын.